Хайошки барлықтарыңызға сіздермен Гонконг жайлы бөлісіп өтейін. Яғни Гонконг пен Қазақстанның резидентурасының және вообще медицина сақтау ұйымдарының айырмашылықтары. Кішігірім өзімді таныстырып өтейін. Қайтадан егер білмегендер болса, мен қазір Гонконгтағы, яғни стажировка өтудемін. Бұл жерде мен 6 ай боламын. Бұйыртса одан кейінгі 6 айда мен бұйыртса Пекинге барамын. Егер де бізде 5 жыл бакалавр және 1 жыл интернатура болса, 1 жыл немесе 2 жыл, оларда 5 жыл бакалавр және ары қарай 1 жыл оларда houseman деген болады, яғни internship программ, интернатура сияқты. Бірақ ол жерде олар бөлек, яғни 5 жылдан кейін бөлек өздері больница тауып, сол жерде жұмыс жасап бастайды. Келесі этап оларда 3 жыл, яғни педиатрия немесе adult терапияны оқиды. Терапиядан кейін ғана олар резидентураны таңдайды. Ол бізде 3 жыл аллергология, иммунология, эндокринология немесе тағы басқа мамандықтар болуы мүмкін. Бұл жердің бір айырмашылығы системасы бойынша интернатура кезінде кәдімгідей айлық есебінде алынады және олар өздерінің жұмыстарын жасайды, пациенттерді қарайды деген секілді. И одан кейінгі жылдары резидентура барысындағы жалақылары өте жақсы. Орташа есептегі жалақылармен бірдей деп те айтады. Мен тек қана қазір өтіп жатқан больница ол Queen Mary деген больницасы және Hong Kong Children's Hospital. Осы екі больницада өтіп жатырмын. Сондықтан тек қана осы жақтағы больницадағы өтіп жатқан резиденттер, интерндердің мен жұмысын білемін. Қалған больницалар немесе олардың айлықтарының өзгешеліктері деген сияқты оларды мен онша біле бермеймін. Тағы да бір өте күшті ерекшеліктері, бұлардың 5 жыл оқыған кезде оларда перерыв жоқ. Медицинский университетте олар тек қана 2 апта ғана демалады. 2 аптадан кейін болды кәдімгідей сабақтарын оқып кете береді. Біз сияқты 3 ай бойы демалу немесе 2 ай бойы демалу деген жоқ атымен. И бұл жақтың бірақ бір жақсысы, 3-ші курста олар немесе gap year алады, яғни просто демалады, немесе магистратура оқиды, немесе шетелге exchange программамен кетуге болады. Осындай керемет білімді жағдайды орналастырып қойған дәрігерлердің өзінің арасында зерттеуші дәрігерлердің де пайда болуына мүмкіндік туындатып жатыр. Дәрігер тек қана клиницист емес, сонымен қатар ол зерттеуші де болу керек және бірге алып жүру керек. Жаңа бір нәрселер зерттейтін болса да, дәрігер оны қалай жасау керек, тағы басқа нюанстарын білу үшін лабораторияда жұмыс жасай алатындай дәрігерлерді тәрбиелеу мақсатында жасалып жатқан программа деп айтсам болады. Өте керемет. Мысалы, мен өзімде осындай программаны өткенімді қалайтын едім. Алайда Қазақстанда ондай емес, сондықтан не нәрсе бар, сол нәрсеге көніп жатырмыз. Бірақ сонда да кеш емес, әлі де үйренуге мүмкіндіктер бар. Жалпы бұлардың программасындағы flexibility деп айтамыз, яғни сол жағы маған қатты ұнады. Яғни олар 5 жылдан кейін дәрігер болғысы келетіндер ары қарай жалғастыра салады. Дәрігерлікте, яғни 1 жыл хаусменде жұмыс жасап, сосын 3 жылға педиатрия немесе терапияға өтуге мүмкіндік бар. Ары қарай оқысы келетіндер резидентура оқиды. Бұл жердегі шешім 5-ші курстан кейін мысалы олар PhD-ға түсіп кеткісі келетіндер, мысалы сразу PhD-ға өтіп, өздерінің исследованиясын жасап кететіндер де бар. Обязательно 7 жылды бітіріп, тек қана дәрігер болу керек деген нәрсе жоқ. Гибкость маған қатты ұнады. Қалай ойлайсыздар? Бұл жақтағы системаны біздің мемлекетке енгіздірген күшті болар ма еді? Және мемлекетіміз қалай өзгеретін еді деп ойлайсыздар? Жалпы өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жазып өтсеңіздер болады.